Сәлем достар, бұл бейнемізде біз сіздерге Мұса пайғамбардың өмір жайлы жалғасын екінші бөлімін айтатын боламыз. Ал біздің арнаны бірінші рет көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Исраил халқының Мысырдан көшуі. Перғауын мен оған ерген халқының бұдан былай иманға келмейтінін білген Хазіреті Мұсаға Хақ Тағаладан халқын түнделетіп, Мысырдан көшіріп әкету туралы уақи келді. Алайда, әскерін ерткен Перғауынның арттарынан өкшелетіп қуатынын, бірақ бұларға еш нәрсе істей алмайтындығын ескертті. Хақ пайғамбар бір түнде Исраил халқын қаладан жасырын түрде ертіп шығып, Қызыл теңізді бетке алып қашты. Көп ұзамай олардың кеткеннен хабар алған Перғауын да әскерін жинап арттарына түсті. Бұл кезде Хазіреті Мұса мен халқы қаладан ұзап кеткен болатын. Әйтсе де Перғауынның оларды қуып жетуге шамасы әлі де болса жеткілікті еді. Өйткені ол сақадай сайланған әскерлермен шықса, Исраилдықтар бала, шаға, жас кәрісімен мал мүлкін алып ілбіп бара жатты. Хазіреті Мұса Қызыл теңізге жақындағанда, арттарынан қуған Перғауынның қалың қолы мен мұндалап көрінді. Олардың аяғынан шыққан қою шаң қара құйындай яки төніп келе жатқан жауар бұлттай қорқынышты көрінді. Қатты қорыққан Исраил халқы Хақ пайғамбарға: "Қақпанға өзіміз келіп түстік, өз көрін өзі қазды деген осы емес пе? Алдымыз мынау Қызыл теңіз, артымызда өкшілеп, қуып құмырсқа шақаптап келе жатқан Перғауынның қалың қолы. Енді қайттік?" деп қатты састы. Аса сабырлы Хақ пайғамбарды халқының бұл сөзі де, Перғауынның қалың қолы да титтей сескендіре алмады. Қайта Хақ Тағалаға деген сенімі бұрынғыдан бетер арта түсіп: "Жоқ, әсте олай емес. Расында, Раббым менімен бірге. Ендеше зәредей алаңдаушы болмаңдар. Маған сөзсіз жол көрсетеді" деп арыстандай айбаттанып, күндей күркіреді. Алдында асаудай толқыған шет-шегі жоқ теңіз тұрса да, артында көптігінен жер қайысқан Перғауынның зұлым әскері келе жатса да үмітін үзбеді. Хақ Тағалаға терең тәуекел ету пайғамбарларға ғана тән қасиет. Әне-міне дегенше болған жоқ. Перғауын әскерлері ат шаптырым жерге келіп те қалды. Сол сәтте Хақ Тағаладан Хазіреті Мұсаға: "Аса таяғыңмен теңізді ұр" деген уақи келді. Мұса пайғамбар аса таяғымен теңізді ұрған кезде асау толқын ортасынан қақ жарылып, даңғыл жол ашылды. Исраил халқы дереу сол жолмен суыт жүріп, теңіздің арғы бетіне өте шықты. Осы кезде Перғауын да, оның әскері де теңіздің таудай толқындар құдіретше жол ашып тұрғанын көріп, оның мұғжиза екендігіне көзі жетсе де, сол теңіздің ашылған жолымен оларды өкшелеп қуа берді. Исраил халқы түгелде жағалауға шыққанда, бұлар да оқ бойы жақындап қалған болатын. Бір кезде Хақ Тағаланың әмірімен теңіз қайта жабылып қалды. Перғауын мен оның әскері теңізде кеменің күйреген тақтайларындай әр жерден бір көрініп, өлім құшағына еніп бара жатты. Көп ұзамай теңіз баяғы қалпына келді. Перғауын теңіз жолымен жүріп келе жатқанда, екі жағында асқар таудай болып толқып теңіздер тұрған еді. Ол іште қатты қорқса да, әскерінің алдында бедел түсіп, өзінің пенде екендігін көрсетіп алатын болғандықтан, амалсыз кері қайта алмай, осы жолға түскен тұғын. Перғауын залым болса да ақымақ, санасыз адам еместін. Ол санасыз болса, елін басқара алмайтын еді. Сондықтан Хазіреті Мұсаның Хақ пайғамбар екендігін жақсы білетін. Әсіресе сиқыршылардың аяқ қолын бір-бірлеп кесіп, азаптап өлтірсе де, олардың қыңқ етпей жан үзуі және сүйген жар Әсияның азаптан көз аша алмай өліп бара жатып күлімсіреуі бұған қатты әсер еткен еді. Өзінің немере ағасының да иман келтіргенін сезетін. Бірақ өзі иман келтірейін десе, өз тағынан да, бағынан да айырылып қаламын ба деп қатты қорқатын. Өйткені ол елге тәңірмін деп құдайлану арқылы ләззат алатын. Һәм Исраил халқы оның құлақ кесті құлдары еді. Енді келіп бір кездері суға ағып бара жатып, өз адамдары арқылы сарайға әкелінген Исраилдық бір баланың артынан еру бұл үшін өліммен де өткен қорлық еді.
шайтан оның осы осал жерімен мықтап ұстағандықтан ол ақтық деміне дейін нәпсісін жеңе алмады. Осындай ойлар санасында сапырылып жатқанда бір кезде артындағы мыңдаған әскерінің құлақ тұндыра шыңғырған жан дауыстары оны селк еткізді. Ол әу баста не болған білмей аспанға қарап еді, тауда екі теңіздің өзіне қарай құлдилап құлап келе жатқанын көріп қалды. Ол сонда ғана өлетініне көзі анық жетті. Осы уақытқа дейін бойындағы өзін алдап келген нәпсісі ғайып болды да, ақылшы шайтаны аяқ астынан жоғалып кетті. Ол сол сәтте дереу сәждеге жығылып, Израиль ұрпақтары иман келтірген тәңірден басқа тәңір жоқтығына иман келтірдім, мен де бойсынушылардан болдым деп өзінің мұсылман болғандығын жариялайды. Алайда шыбын жан шығар сәтте тілін калимаға келтіру иман келтіргенге жатпайды. Оның үстіне Перғауынның аятта айтылған сөздеріне зер салып қарасаңыз, оның шынайы мұсылман болғаны нақты білінбейді. Ол Израиль ұрпақтары иман келтірген тәңір дейді. Бұл Израиль ұрпақтарының ішіндегі қай израилдықтарды меңзеген? Өйткені Израиль ұрпақтарының ішінде Хақ Тағалаға иман келтірген де, одан өзге бұзауға яки басқаға табынғандар да бар еді. Иман келтіргендердің өзі Хақ Тағалаға дұрыс сенбейтін. Тұп-тура иман келтіру деп Перғауын сиқыршыларының иман келтіруін айтуға болады. Олар кезінде сәждеге жығылып, әлемдердің Раббына иман келтірдік, Мұса мен Харунның Раббысына деген еді. Бұл жерде олар біріншіден әлемдердің Раббысына деуі күллі ғаламзатты жаратқан жаратушыны айтып тұр. Екіншіден Мұса мен Харунның Раббына дейді. Яғни, ол екеуінің пайғамбарлығын мойындаумен бірге соларды жіберген жалғыз жаратқанға иман келтіріп тұр. Үшіншіден, Израилдықтар секілді емес. Мұса мен Харун қалай сенсе, біз де солай сендік деп ақида сенімдерінің дұрыстығын меңзеген. Мінекей, бұл жерде сиқыршылардың иманы осы тұрғадан ең мықты терең иман болатын. Оларды суға тұншықтырса да, отқа күйдірсе де, алған бетінен қайтпайтындықтары осы сөздерінен белгілі. Хақ Тағала, сенен кейінгілерге үлгі болу үшін денеңді жансыз түрде құтқарамыз деп, Мысыр Перғауынның денесін кейінгі ұрпаққа ғибрат етінде сақтады. Құранда Аллах Тағала, кімде-кім тозаңның түйірінің салмағындай жақсылық жасаса, ол оны көреді дегендей, Перғауынның осы жарамсыз калимасы мен сәждесі өзінің 10 қадам кішігірім жақсамал ретінде бағалап, оның жан қалауын береді. Яғни, оның денесін қияметке дейін шіртпей сақтайды. Өйткені Перғауындар мәңгі жоқ болып кетуден қорыққан. Өлген соң денелерін мумиялап, пирамидада сақтауы да сондықтан еді. Перғауын теңізде өлгенде, Хақ Тағала оның зорлықпен болса да тілмен айтқан иманының құрметіне сай осы тілеген қабыл алып, оның денесін ғасырлар бойы теңіз астында мумиясыз-ақ сақтайды. Кейіннен еуропалық ғалымдар осы Перғауынның мумиясын теңіз жағалауын қазып жүріп тауып алады. Перғауын сол сәждеге басын қойған күйінде тұрады. Ғалымдар зерттей келе, табылған адамның денесі сол Перғауын заманына сәйкес келетіндігін анықтап, қатты таңырқайды. Өйткені оның денесі сол күйінде шірмей сақталған болатын. Олар қанша зерттегенмен, ғасырлар бойы мумияланбаған адам денесінің қалай шірмей келгеніне саналары жетпейді. Теңізге батқан Перғауынның денесі көп ұзамай теңіз толқыны жағалауға шығарып тастады. Израиль ұлдары бұл Перғауынның жансыз денесін өз көздерімен көрді. Қазіргі таңда Лондонда танымал Британия мұражайында мумиялар бөлімі бар. Мұнда әлгілі Перғауынның сәждеде жатқан денесі халықтың назарын өзіне аудармай қоймайды. Бұл денені ағылшын зерттеушілері құм астынан тауып алып, Британия мұражайына қойған. Дене дінаман, дене мүшелері мен ішкі ағзалары түгел, тіпті сарғыш шаштары мен сақалдарына дейін сақталған. Тағы бір таң қаларлығы, дене мумияланбаған. Әдетте мумияланатын дененің ішкі ағзалары алынып, арнайы бальзамдалады. Ал мына денеге ешкімнің қолы тимеген. Бұл денені көрген адам 30 ғасыр бойы шірмей қалай сақталған деп ойланбауы, ғибрат алмауы мүмкін емес. Тақтайшаға, бұл бағзы заманнан біздің дәуірімізге дейін бальзамсыз, бұзылмай жеткен бірден бір мәйіт. Оның сан ғасырлар бойы бальзамдаусыз сақталу сыры, мәйіт құм астында қалған, кезінде ылғал мол болған. Құмдағы ылғалдың кебуі мәйіттің бойындағы судың да сорғуына жағдай жасаған.
Құмның бірте-бірте кебуі нәтижесінде перғауын денесі де бабымен сүрлене бастаған. Осы үрдістер нәтижесінде бұл дененің бүлінбей сақталуына жақсы жағдай туған деп жазылған. Алайда бұл жорамал ғана. Бұл жорамалда дұрыс та бар, бұрыс та бар. Анығында бұл тек Құранның мұғжизасы, әрі оның ақиқат кітап екеніне бірден бір дәлел. Исраил ұрпағының азаттығы. Перғауын Исраил ұрпақтарын қаншама жылдар құлдық езгіде ұстап, оларға көрсетпеген қорлығы қалмады. Сөйткен Перғауын мен оның қалың қолын теңіз жұтып тынды. Осыны көрген Исраил халқы өз көздеріне өздері сенбеді. Қуаныштан жүректері жарылуға шақ қалды. Құлдықтан құтылып, азат ел болғандарына тұңғыш рет көздері жетті. Олар көп кешікпей қасиетті жер Канғанға қарай сапар шекті. Олардың ешбірі ата-бабаларының туған жерін көрмеген болатын. Сол себепті жүректеріндегі ата жұртқа деген сағыныш әр қадам сайын арта түсті. Олар жолда амаликалықтар өмір сүрген бір елге келді. Олар сиырға ұқсас биік пұттарға табынатын. Олар Мысыр елінде де сиырға табынатын халықпен етене араласқан болатын. Соларды көріп Исраил халқы өткен күндерін еске алып, елсіз қу Медиен далада жүргендеріне қатты қамықты. Бір күні олар Хазіреті Мұсаға келіп, «Ей Мұса, бізге де осылардың тәңірлері сияқты бір тәңір жасап бер», деді. Апырай, бұдан өскен санасыздық болар ма? Біріншіден олар Хазіреті Мұсаны «Ей Мұса» деп атын атап, оның лауазымды атын ұмытты. Екіншіден, Перғауынның қылышының астынан теңізді қақ жарып отырып аман-есен еріп өткен құтқарушы пайғамбарларын бізге тәңір жасап бер деп қыспаққа алды. Бұл нағыз арсыздық емес пе? Мұса алейхиссалам қатты ашуланды. Сендер расында қараңғы елсіңдер. Сендер сол пұтқа табынған елді шынымен бақытты деп ойлайсыңдар ма? Ол ел көп ұзамай құрдымға кетіп, жердің астан кестеңін шығады. Мен сендерге Аллахтың өзге тәңір іздейін бе? Бұл қайғылықтарың. Хақ тағала бұл әлемде мейірлеріңді үстеметті. Сендер бір кездері Перғауынның қол астында езілген бейшара құл едіңдер. Өзіңді құл, қызыңды күң етті. Онымен қоймай жаңа туылған ұлдарыңды қойша бауыздап, ұлтыңа ойран салып еді. Сонда сендерді Хақ тағала құтқарып, азаттық әперген жоқ па? Мәңгілік үстемдік құрады деген Перғауынды әскермен қоса теңізге батырған жоқ па? Естеріңді жиып, тәубаға келіңдер. Өйткені осының бәрінде Раббыларыңнан келген үлкен сынақ бар. Күндер зулап өтіп жатты. Бір күні Мұса алейхиссалам Тұр тауына келіп, ол жерде 30 күн бойы тынбай құлшылық жасады. Сосын бұрын өзіне уәде етілген кітапты Хақ тағаладан алып келуге бел буды. Ол кетерде халқын бауыры Харунға аманат етіп, елімнің ішінде менің орынбасарым бол, оларды бақылап түзелтіп отыр. Ел ішінде бүлік шығарғандардың соңынан еруші болма, деді. Хақ пайғамбар Тұр тауында 30 күн бойы құлшылық етті. Сол жерде ол пайғамбарларға тән құндылықтарды сезді. Бір ай толған кезде Аллах тағала тағы қосымша 10 күн құлшылық етуді әмір етті. Бекітілген мерзім толған соң Хақ тағала пайғамбары Мұсамен сөйлесті. Бір кезде Хазіреті Мұса, «Я Раббым, маған өзіңді көрсет», деді. Аллах: «Мені әсте көре алмайсың, бірақ тауға қара, сонда егер ол орнында тұра алса, сен де мені көресің», деді. Хазіреті Мұса іштей қуанып, бүкіл ықыласымен тауға қарап тұрды. Сонда Раббы таудан елестеген сәтте оны быт-шыт қылды. Мұса талып түсті. Біршама уақыттан соң есін жиып, «Сауған тәубе еттім, әрі мені үмбетімнің арасында сені көрмей иман келтіргендердің алғашқысымын», деді. Осыдан кейін Мұса алейхиссалам Жәбірейіл арқылы арнайы әмірлер жазылған Тәурат тақтайшаларын алды. Ол кетерде Хақ тағала оған: «Рас, біз сенен кейін еліңді сынадық. Сондай-ақ оларды Самири жолдан тайдыр» деп оларды бұзауға табынып кеткендерін хабар береді. Хазіреті Мұса Тұр тауына кеткен кезде Исраил ұрпағы арасында қайтадан сиыр тәңір туралы сөз қозғала бастады. Сол кезде араларынан Самири деген бір адам шығып, олардың Мысыр елінен алып шыққан бүкіл алтындарын бір жерге жинатып, соларды ерітіп, бұзаудың мүсінін құйдырды. Самири оларға: «Міне, сендердің де, Мұсаның да тәңірі осы. Бірақ Мұса осы тәңірін ұмытып кеткен болатын», деді. Олар Самириге: «Бәсе, іздегеніміз осы тәңір еді.
мынауың Мысыр тәңірлерінен де ғажап дүние болды ғой. Рахмет саған, Самири, деп алғыстарын жаудыртып, мәз-мейрам болды. Олар алтындарын ертіп, пот құйып жатқанда Хазіреті Харун ашуланып: «Уа халқым, сендер осы бұзау арқылы сынаққа түстіңдер. Дегенмен әлі де кеш емес, өйткені Алла тағаланың рахымы шексіз. Ендеше дереу тәубаға келіп, маған бойсынып, бұйрықтарымды бұлжытпай орындаңдар», деді. Сонда араларынан біреу суырылып шығып: «Біз Мұса келгенге дейін бұзауға табынудан әсте бас тартпаймыз», деді. Бұдан кейін Хазіреті Харун оларды әртүрлі жолдармен хаққа шақырғанымен, олар бұған құлақ аспады. Тіпті сәл болғанда өлтіруге де даяр еді. Шарасыз қалған Харун пайғамбардың Хазіреті Мұсаны күтуіне тура келді. Күндер зулап өтіп жатты. Бір күні Хазіреті Мұса қолына аяттар жазылған тақтайшаларды ұстап Тур тауынан түсті. Хақ пайғамбар елінің алтыннан құйылған бұзау бейнесіндегі пұтқа табынып жатқандарын көріп, ашуланғаны сонша қолындағы тақтайшаларды лақтырып жіберді. Ол бір қолымен Хазіреті Харунның шашын, енді бір қолымен сақалынан қапсырып ұстап: «Харун, мыналардың пұтқа табынатын жатқандарын көре тұра қалай жер басып жүрсің? Бұларға неге тоқтау айтпадың? Егер қолыңнан келсе Тур тауына мені іздеп барып, мән-жайды неге түсіндірмедің? Әлде сен де әміріме қарсы шыққың келе ме?» деп бұлқан-талқан болды. Хазіреті Харун: «Ей анамның баласы, сақалым мен шашымнан ұстамашы. Мен сенің Исраил ұрпақтарының арасында іріткі салдың, өзіме құлақ аспадың деуіңнен қорықтым», дейді. Аздан соң сабасына түскен Хақ пайғамбар Самириға керіп: «Самири, сенің мына қылығың не? Бір елді адастыратындай сенің басыңа не күн туды? Бұл елге 7 атаңнан бері кегің болса да тым шектен шықтың», деді. Самири оған: «Мен олардың көрмегендерін көрдім. Елші Жәбірейілдің ізінен бір уыс топырақ алып, оның ішіне тастадым. Осылай істеу маған қатты ұнады», деді. Хақ пайғамбар қаһарланып: «Бұл елден көзіме көрінбей дереу жоғал. Бұдан былай өмірің маған жоламаңдар», деп безілдеумен өтеді. «Бірақ осымен құтылып кетемін деп ойлаушы болма. Күн ертең мақшарда тағы да есепке алынып, жазаға тартыласың. Ал енді өздерінің беріліп табынған тәңірлеріңнен сұрқына қара. Біз оны өртеп, сосын бөлшектеп теңізге тастаймыз», дейді. Осыны айтты да Самиридің көзінше алтын бұзауды ертіп, бөлшектеп теңізге тастады. Ал Самири кейінгі өмірінде ел естімеген ауыр науқасқа ұшырап, елсізде қаңғып өмір сүреді. Денесіне адамның қолы тиіп кетсе-ақ, науқасы қатты қозатын. Тіпті алыстан адамның қарайған сұлбасы көрінсе, «Маған жоламаңдар, маған жоламаңдар» деп айқай салып қашатын болды. Хақ пайғамбар халқына: «Уа халқым, тәңірлерің Алла ғана, одан өзге ешбір тәңір жоқ. Оның ілімі барлық нәрсені қамтыған. Сендер бұзауға табынып, өз бастарыңа жамандық тілеп алмаңдар. Ендеше дереу сендерді жаратқан Раббыларыңа жалбарынып кешірім сұраңдар, тәубе етіңдер. Бұл өздерің үшін әлде қайда жақсы. Сонда тәубелерің қабыл болады. Өйткені ол өте рақымды», деп халқын тәубаға, туралыққа шақырады. Хақ пайғамбар осыдан кейін Хақ тағалаға жалбарынып, елі үшін кешірім тіледі. Елінің надан қылығын кешіру үшін арнайы уақыт берілуін сұрады. Хақ тағала осы тілегін қабыл етіп, орны мен уақытын айтты. Олар Тур тауына барып, сол жерде жамағат болып тәубаға келіп жалбарынатын болды. Хазіреті Мұса елінің ішінен 70 адамды таңдап алып, Тур тауына қарай жолға шықты. Тауға жақындағаны сол еді, айналаны тұман баса қалды. Олар тез сәждеге жығылып, Хазіреті Мұса дұға тілеп, жамағаты әмин деп тұрды. Аздан соң мінәжат бітіп, тұман сейілген кезде 70 адамның жүрегін тұман басып: «Ей Мұса, біз бұл тауға неге келдік? Қайда әлгі даусын естіген Хақ тағала? Ақыры осы жерге келген екенбіз, біз оны көрмей қайтпаймыз», дейді. Хақ пайғамбар оларға Хақ тағаланы көру мүмкін еместігін бүкіл ынта пейілімен түсіндірді. Өйткені ілгеріде өзі көрмекке талпынып, ол таудан елестегенде таудың быт-шыты шығып, өз есінен таңған болатын. Хақ пайғамбардың Құдай тағалаға өзіңді көргім келеді деуімен басқа Исраил халқының Құдайды бізге көрсет деуі екі басқа нәрсе. Өйткені пайғамбардың сұрауы иманның күштілігінен, әрі Аллахқа деген сүйіспеншіліктің белгісі болса, Исраилдықтардың көргісі келуі күмән, күдіктің, пайғамбарға қарсы шығудың белгісі еді. Сол себепті олар сөз соңында қатты кетіп: «Ей Мұса, егер сен анық пайғамбар болсаң, онда бізге Құдайды айқын көрсетуің керек. Ал көрсетпесең,
біз сенің пайғамбар екендігіңе сене алмаймыз дейді. Өздерінің бұзауға табынып, тау көтере алмас күнә жасап, соған тәубе еткендеріне сүт пісірімдей уақыт өтпей жатып, пайғамбарларына қарсы шықты. Олар осылайша қырсығып тұрған сол еді, кенеттен маңайды ащы бір дауыс кернеді де, жасын түсіп, әлгі күмәншіл халық түгел қырылды. Хазіреті Мұса соқа басы ғана қалып, оларға жаны ашып, көз жасын көл қылып жылайды. Ол: «Я Раббым, енді мен Исраил ұрпағына не бетіммен барамын? Бұлар олардың ішіндегі ең тәубаға келген деген адамдар еді. Осы адамдарды мен өзім таңдап отырып ертіп алған едім. Олар біздің ең ізгі адамдарымыз пайғамбармен бірге қасиетті тауға кетті. Көп замай тәубелері қабыл болып, мәртебелері өсіп келеді деп асыға күтіп отыр. Менің жалғыз оралғанымды көрсе, біздің саған сеніп тапсырған ең ізгі тұлғаларымыз қайда деп сұраса, мен не деп жауап беремін? Я Раббым, егер қаласаң оларды да, мені де бұдан бұрын жоқ қылар едің. Арамыздағы санасыздардың кесірінен бізді жермен-жексен етпексің», деп бір күн, бір түн басын сәждеге қойып дұға тілеп жалбарынады. Осыдан кейін Алла Тағала оның дұғасын қабыл етіп, оларды қайта тірілтеді. Олар тіріліп, өмірге қайта оралғандарын көріп, өздеріне айналаға таңырқап қарай бастады. Сахарадағы мұғжизалар. Олар сахарада ұзақ жүрді. Бірде әлденеше күн бойы бір тамшы су таба алмай зарықты. Ақырында олар Мұса пайғамбарға: «Ей Мұса, мүшкіл халімізді көрдің ғой, су табылар түрі жоқ. Хақ Тағаладан бізге жауын тіле» деді. Осы кезде Жәбірейіл періште келіп: «Ей Мұса, аса таяғыңды жерге ұр» деді. Хақ пайғамбар бисмиллах деп тасты ұрған кезде 12 жерден сылдырлап су аға бастады. Ол 12 рудың өкілдерін шақырып, әрбіріне жеке бастау бөліп берді. Олардың шөлдері қанған күннің өзінде аптап ыстыққа шыдай алмай, Хазіреті пайғамбарға тағы да шағымданды. Оның дұғасы тағы Хақ Тағала қабыл алып, төбелеріне бұлт жіберіп көлеңкелетті. Хақ Тағаланың ырыс берекелері бірінен соң бірі келсе де, Исраилдықтар шүкіршілік етуді білмеді. Бір күні тағы да келіп, «Бізге жейтін нәрсе тап» дейді. Хақ Тағала оларға бөдене құстарын жіберді. Топ-топ болып ұшқан құстар олардың қастарында ұшып қонып жүрді. Кез келген адам оңай ұстап қорай кетті. Сонымен қатар Хақ Тағала оларға нығмет беріп тұрды. Хазіреті Мұса оларға: «Қалағандарыңша жеңдер, бірақ сақтаушы болмаңдар» деп қатаң ескертті. Исраил ұрпақтары әуелде оның сөзіне құлақ салып жүрсе де, көп замай халуаны да, құстың да етін көп қылып қамбаларында сақтайтын болды. Бұл аз болғандай, бір күні Хазіреті пайғамбарға: «Ей Мұса, біз бір-ақ түрлі тамақтан жалақтық. Біз үшін Раббыңа жалбарын. Ол бізге жерден өсетін көкөніс түрлерін, қияр, бидай, бұршақ және сарымсақ шығарып берсін» деді. Хақ пайғамбар ашуланып: «Сендер сапалы азықты сапасыз азыққа ауыстырмақпысыңдар? Олай болса Мысырға барыңдар, сол жерде қалағандарың бар» дейді. Исраил ұрпақтары уәделерін бұзып, құс пен халуаны менсінбеген үшін Аллах Тағала оларға жазасын беріп, екі нығметті де тыйып тастады. Бұдан былай олардың айналасында құстар емес, құжынаған шыбындар ызыңдап жүретін болды. Аспандағы тұртауы. Исраил ұрпағы күн өткен сайын Хазіреті Мұсаға әртүрлі сылтаулар айтып, бүйректен сирақ шығарып, сөздерінен тая берді. Хақ Тағаланың әмірін орындаудың орнына тіпті пайғамбарларын атын атап шақырып келемеждейтінді шығарды. Бір күні олар таңертең орнынан тұрып, не болғанын өздері де білмей құттары қашты. Ұзақтан көрінетін тұртауы аспанда тура төбелеріне қалықтап тұр еді. Олар тегіс: «Ей Мұса, қайдасың? Көмектессеңші» деп бәйек болып айқай салды. Бірінен соң бірі сәждеге жығылып, біресе жерге, біресе көктегі тауға жалтақтап: «Айналайын Мұса, бізді мына сұмдықтан құтқар, жолыңда құрбан болайық, айтқаныңа көніп айдағаныңа жүрейік, бұдан былай саған толық мойынсынамыз» деп ұлардай шулалды. Сонда Хазіреті Мұса оларға әйгілі 10 шартын қойды. Аллахтан өзгеге құлшылық етпейсіңдер, ата-анаға бағынасыңдар, туған туыстарыңа жақсылық жасайсыңдар, жетімдерге қамқорлық жасайсыңдар, кедей кепшікке көмектесесіңдер, адамдарға жақсы сөз сөйлейсіңдер, намазды дұрыстап оқисыңдар, зекет бересіңдер, бір-бірлеріңнің қандарыңды төкпейсіңдер, бір-бірлеріңді отандарыңнан қумайсыңдар.
Олардың бәрі жабыла ант су ішіп, айтылғандарды бір ауыздан мақұлдады. Сол кезде аспандағы тұр тауы бұрынғы орнына барып тұра қалды. Исраил ұрпақтары сенерін, сенбесін де білмей аспанға бір, тауға бір қарап, деп терең демалды. Қасиетті мекен. Мұса алейхиссаламның мақсаты Исраил халқын қасиетті мекенге апарып, сол жерде жаңа мемлекет құру еді. Атасы Хазіреті Ибрахим де сонда өмір сүріп, сонда жерленген болатын. Қасиетті жерде Әриха, Нәблүс, Құдыс деген 3 үлкен қала бар еді. Хақ пайғамбар бастаған ұлы көш ұзақ уақыттан кейін Әриха қаласының маңына барып қоныстанды. Хақ пайғамбар 12 рудан 12 адамды таңдап алып, қаланы бақылап келуге жібереді. Оларға сол жерде көрген ұнамсыз нәрселеріңді тек өзіме ғана айтыңдар деп қатаң ескертті. 12 адамнан Юша ибн Нун мен Калиб ибн Юфанна деген 2 адам ғана көрген ұнамсыз нәрселерін Мұса пайғамбардың өзіне ғана айтып, халыққа қаланы алу оңай екендігін паш етті. Әйтсе де, қалған 10 адам өз руларына барып, ол жердегі адамдар өздерінен 2 есе үлкен, қолдары күректей, жауындары қақпақтай, біздің бірнеше адамдарымыз олардың бір адамына ғана шамасы келеді деп жүректеріне қорқыныш ұялатты. Мұса пайғамбар елін жинап алып, «Уа халқым, Аллахтан сендерге берген нығметін еске алыңдар. Ол өз іштерінен пайғамбарлар шығарды, әрі сендерді патша етті. Сондай-ақ сендерге әлемде ешкімге берілмеген нығмет берді» деп. «Уа халқым, бізге Хақ тағала перғауынды теңізге батырып, азаттық нәсіп етті. Ол бізден қасиетті жерге кіріп, сол жерден жаңа мемлекет құруымызды қалайды. Ол жер біздің ата-бабаларымыздың қоныстанған жері» дейді. Исраил халқы осы жерде өздерінің қыңыр мінездерін тағы да көрсетіп, «Ей Мұса, ол жерде зорлықшыл ел бар. Олар ол жерде шықпайынша біз онда әсте кірмейміз. Олар кеткенде ғана кіреміз» дейді. Осы кезде олардың арасынан Юша ибн Нун және Калиб ибн Юфанна суырылып шығып, қаланың ең осал жері саналған қақпадан ішке жасырын кіре алатын болсақ, оларды жеңу оңай. Оның үстіне Хақ тағала бізді қорғайды деп халықты жігерлендіруге тырысты. Осыған қарамастан Исраил халқы басқа 10 барлаушының сөздерінен жүректері шайғып қалғандықтан, әрі жылдар бойы перғауынның қол астында бодан болып, жігерсіз құл болғандықтан рухы ояна қоймайды. Һәм басты себеп олардың имансыздығы мен өлімнен қорқулары еді. Өйткені олар әлі күнге дейін «Ей Мұса, Раббың айт, сенің Раббың» деп келген еді. Хазіреті Мұса да оларға көп насихат айтып, батылдандыруға тырысып баққанмен, олар күн сайын кері кетіп, ең соңында «Ей Мұса, әлгі еңсесі биік жауырындары қақпақтай, алақандары күректей, дауыстары жер жарған түрі құбыжық тәрізді адамдармен соғыспақ тұрмақ. Сол қаланың маңына да жолай алмаймыз. Олардың біреуінің өзі онымызды жерге жығып, жүзімізді жарға құлатар. Қаланы аладымыз деп олардың табандарының астында тапталып өлгенше, шыбын жанымызды қорғап, сахарада тыныш жүргеніміз әлдеқайда жақсы. Өлі арыстаннан тірі тышқан артық деген осы. Бізде олармен алысар айла, күресер қауқар жоқ. Мықты болсаң Раббыңмен бірге бар да өзің ақ соғыс. Біз осы жерде сендерді күтіп тапжылмай отырайық деп арам ойларын Хазіреті Мұсаның алдында жайып салады. Олардың мына сөздері Мұса пайғамбарға үлкен соққы боп тиді. Қаншама жылдан бері барлық қиыншылықтарды жеңіп, мақсатқа жетуге бір қадам қалғанда олар «Біз бұдан әрі бір елі жылжымаймыз» деп пайғамбарларына опасыздық жасады. Егер осы кезде баяғы сиқыршылар болғанда, олардың осы опасыздықтарын ашық айтып, беттеріне түкіріп, пайғамбарларына қарап, «Уа, қасиетіңнен айналайын ұлы пайғамбар, басқан ізіңе, сөйлеген сөзіңе, жүрген жолыңа, сен үшін қашанда жанымызды пида етуге әзірміз. Осы күнге дейін жаныңда жүріп, кәусардай сарқылмас сөздеріңе қанып, күндей жарқыраған мүбәрәк жүзіңді тамашалап келдік. Күндіз өңімізде көрсек, түнде түсімізден шыққан емессің. Әйтсе де ғажайып күйіңе тәнтіміз. Бір адам таққа қонса, 40 адам атқа қонады деген. Сен жихадқа шақырсаң, біз ақтық деміміз қалғанша соғысуға бармыз. Сенің жолыңда соғысып, шейіт болу біз үшін қол жетпес арман. Бір кездері теңізді қақ айырып,
Тұр тауын бастарына көтерсең де, иманы қоғаның шоғындай мына елден не үміт, не қайыр, біздің санамыз аз болса да саған еруге татимыз дер еді. Алайда олар әу баста Мысыр халқына бұл пайғамбардың айтқаны ақиқат, оған дәлеліміз, оның жолында жанымыз пида деп өз міндеттерін толық орындап барып шейіттік шәрбәтін ішкен болатын. Хақ пайғамбар олардан үмітін үзген соң қолын жайып, «Я Раббым, мен сөзімді өзіме және бауырыма ғана өткізе аламын. Бұзақы елден арамызды ажырата көр» деп дұға етіп жалбарынады. Алла тағала оның дұғасын қабыл етіп, Исраил ұрпақтарын жазалап, 40 жыл бойы Тих деген сахарада адастырып қояды. Олар күні-түні жүрсе де, сол сахарадан шыға алмай, кейде түнімен жүріп отырып, таңертең қарағанда батыс емес шығысқа қарай жүрсе, батысқа қарай бұрылып, адасып, сол сахарадан жол таба алмай, 40 жыл сандалады. Осы 40 жыл ішінде Хазіреті Мұса сол елдің жаңа туған сәбилерін өзі тәрбиелейді. Бірақ оның қасиетті жерге бастап баруға өмір жетпей, оның ісін Юша жалғастырады. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа дегендей, иманы аса мықты, перғауынның қиыншылығында, сахарада дүниенің ләззатын да көрмеген, тек Хақ тағаланы ғана ойлап күн кешкен, 100 мыңдаған жауға жалғыз өзі шапқанда селт етіп сескенбейтін, өлімді мәңгілік бақытқа, Хақ тағалаға қауышу деп айқын сенетін сол бір 40-қа келіп, қынынан шыққан қылыштай жарқылдаған жігіттер Юшаның бастауымен көп замай қасиетті жерлерді басып алады. Мұса алейхиссаламның Юшаға аманат етіп кеткен өсиетін орындайды. Ал Хазіреті Мұса пайғамбар сол күндерді көре алған жоқ. Бірде ол бір төбенің басына шығып, талай жыл армандаған қасиетті жерлерге, қасіретке толы сағынышпен ақырғы рет көз тастап ұзақ қарады. Өйткені ажалы жақын еді. Бауыры Харун пайғамбар да бұдан 1 жыл бұрын қайтыс болған. Енді міне мұның да ақыретке көшер сәті әне-міне дегенше келіп те қалған. Мүмкін ол осы кезде міндетімді толық орындай алдым ба деп ойлағанда болар. Әйтсе де Хақ пайғамбар өзіне тиесілі міндетті толықтай орындады. Одан кейінгісін орынбасары Юша жалғастыруы тиіс еді. Кейбір деректерде Хазіреті Мұса жалғыз өзі сахарада жүрген кезде қайтыс болып, оның жаназасын періштелер шығарып жерленгені туралы айтылады. Талуттың әскері. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Егер әрі қарай жалғасын көргіңіз келсеңіздер, барынша бізді қолдап, лайк басып, коммент жазып, өздеріңіздің достарыңызға, барлық группаларға, әлеуметтік желілерге таратыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін аса маңызды. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар. With